Қазақ заманың түлкі болса, қарсақ болып шал дейді. Бірақ онда сен қарсақ болып қырып жой деген мақсат жоқ бұнда. Заманыңа қарай, бұрынғыңды еске алып сақтай отырып, заманыңа қарай ilgere, самға, шарықта, қыран болып халықта, заманыңа уақыттан артық еш нәрсе жоқ. Уақыт қана таразшы. Сол уақытты өзінің заманыңа сай етіп ненің пайдалана біл. Не, мысалы, қазақтың бұрыннан келе жатқан әдет ғұрпы салты жаман ба? Енді бүгінгі таңда жаңағы ана той жасап, ашық сондай жасап жатқан, енді қазақ фата киген жоқ қой, мысалы, бұрын кезде. Енді қазіргі мысалы заманына байланысты фатасын киіп сондай жаса. Бірақ сол өткеніңді сенің ұлтыңның бойындағы, сенің жан дүниеңде адам болып жаратқаннан кейін жұдырықтай жүректі сол жүрекпенен жүру керек. Ең Абай не дейді? Ақыл, қайрат, жүрек. Осы үшеуі бірдей болу керек. Қайрат күш қуат болса, ал сенің ненің ақыл таразы болатын болса, сенің жүрегің таза болу керек. Ақыр аяғында келіп, бәрі жүректен өтеді. Сондықтан сіздің жүрегіңіздегі, бойыңыздағы бір кесімет жұдырықтай жүрек қандай таза еттен болса, осы тазалық керек. Адалдық керек, тыныштық керек, бірлік керек.